Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз Аттила және оның жаулаушылық жорықтары. Жалпы балалар, бізге осы сабақ 2 сағатқа берілген, соның бірінші сабағын өтеміз. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі тақырыпты жазып қоямыз. Аттила және оның жаулаушылық жорықтары бірінші сабақ. Зерттеу сұрағы: ежелгі авторлар Аттилаға қандай баға береді? Сабақтың мақсаты: ғұн билеушісі Аттиланың тарихи тұлғасын сипаттаймыз. Еуропа тарихына өзгерістер енгізген ғұн жорықтарымен танысамыз. Ең алдымен балалар, интернет сайтын қолданып, Аттила және оның жаулаушылық жорықтары атты бейне материал көреміз. Аттила 400-453 жылдары өмір сүрген ғұн билеушісі, тарихи тұлға. Аттиланың есімі ғұндардың батыс елдерін бағындырған жеңімпаз жорықтарымен байланысты. Осы жорықтар нәтижесінде ғұндар Еуразия кеңістігінде көшпелілер империясын құрды. Ол батыс ғұн империясының тағына 434 жылы отырып, 10 жылдай немере ағасымен бірлесіп билік жүргізді. Ал 445 жылдан бастап батыс ғұн империясының билігі оның өз қолына көшті. Ғұндардың Еуропаны жаулауы Баламер патшаның тұсында басталып, Аттила тұсында күшейді. Ол Еуропаны, Африканың солтүстік бөлігін, Батыс Азияны қамтыған Рим империясын өзіне бағындырды. 451 жылғы Франция жеріндегі Каталун шайқасы тарихта 5 ғасырдың ұлы оқиғасы деп аталады. Бұл шайқаста 200 мың адам мерт болған. Осыдан кейін Аттила Рим империясының орталық бөлігін талқандап, императордың қарындасын және оның жасауы деп Римнің қазынасын алады. Осы жеңілістен кейін Рим империясы қайта оңалмады. Империяның шығыс бөлігі Византия атанса, батыс бөлігі ұсақ мемлекеттерге бөлініп, ыдырап кетті. Осылайша қазіргі еуропалық мемлекеттер жеке-жеке иеліктерге бөлінуін бастайды. Аттила көп елдерді жаулап алғанымен, қалалар мен мәдени ескерткіштерді қиратуға жол бермеген. Соның ішінде мәңгі қала атанған Рим қаласы Аттиланың бұйрығымен қиратудан аман қалады. Рим тарихшысы Приск Панониядағы Аттиланың ордасын былайша сипаттады: біз бірнеше өзендерден өтіп, Аттиланың сарайы тұрған үлкен ауылға келдік. Алып қала, сарай биік дуалмен қоршалған. Сарай шеберлікпен өңделген. Биік мұнаралардан патша сарайының сәнін келтіріп тұр. Мені аппақ тастан қаланған монша ерекше таң қалдырды. Аттила жаулап алған қалаларында осындай қоршалған бекіністерге айналдырып, көшті қамал етуді мақсат етті. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аймағына енгеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда болды. Аттила бейнесі кескінделген алтын және күміс ақшалар шығарылып, қолданысқа енгізілді. Бабамыз батыр еділді, еділ кімнен жеңілді? Көндірген екен ырқына, сонау төменгі жатқан көп елді. Қарсыласқан талай тобырлар, ат артына теңделді. Кезекті күні келгенде, мынау 5 күндік дүниеден, ол да өтіп жөнелді. Біздің заманымыздың 453 жылы Аттила қайтыс болғаннан кейін, батыс ғұн империясы ыдырады. Сонымен балалар, біз бейне материалымызды көріп аяқтадық. Енді қысқаша конспект оқисыздар.
Балалар конспектті оқып болсақ, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма балалар бізде, ол тест. Сіздерге балалар сұрақ берілген, сол сұрақтың бір жауабы ғана дұрыс, яғни сіздер біреуін ғана таңдап аласыздар. Тест сұрақтарына жауап бере аламыз, бейнематериалды және конспектті мұқият көріп оқысақ. Бірінші, екінші сұрағымызға жауап берсек, бала келесі сұрақтарға көшейік. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.